отырып алып, көмектесу дегенді білмейсің. Енді 60-ға келгенде қазан ошаққа араластырмақшысың ба мені? Қартаяйын дедің ау бәйбіше? Енді қазір қонақтар келіп қалса, дайын болмаса ұят емес пе? Тарелка тасып жіберсең, тағынан түсіп қалмассың. Туған күнде де бір отырғызбайсың ау. Қызды қонақ дегенің дұрыс қой, бірақ өз қыздарыңнан ұялып, не көріп саған? Енді күйеу бала келеді, ұят болады ғой. Кеп қалды. Па. Қызым. Құттықтаймын. Жүз жасаңыз. Рахмет. Рахмет жаным. Қолың жып-жылы ғой, дала жылып кеткен ба? Ой, па. Машинамды істеген шығар. Маманың тамағын сағынды. Қанша қымбат ресторанға барып жүрсем де, осыған жетпейді ғой. Қызым, тез шешінді, маған көмектесіп жібер. А что, Гүлден ханым келмеген бе? Сол еді ғой үйдің пысығы. Көрдің бе, па? Мен бірінші келіп құттықтадым. Ол біледі ғой сенің туған күнің екенін, не? Қызым, осы сіңіліңмен жарысуың қалмайды осы, е? Әкел, сырт киіміңді, іліп қояйын. Мам, мынау не салат? Бұрын сенен көрмегем. Пап, құттықтаймын. Ой, рахмет, қызым. Жаным, алтыным сол. Тоңып қапсың ғой, тез, жүр, кір. Мам, қалайсың? Ой, жаным, сол, қалайсың? Келін, отыра ғой. О, сестренка, қалайсың? Күйеуің қайда? Сәлем, Айман. Ол жұмыстан кешігіп жатыр. Қазір келеді. Айтпақшы, мам, мен сізге торт әкелдім ғой. Мынау ма? Міне мен алып келдім. Ой, рахмет, жаным. Ой, рахмет. Отыра ғой. Осақ пысықсынып жүреді екен. Әйтеуір бір артықшылығын көрсетеді. Мам, қараш, мен гадем болма? О, қандай керемет. Кәне, Айман, сен өзіңдікін көрсетші. Менікі жаман. Қой, олай деме, қызым. Сен Гүлден сияқты асықпа істесең, бәрі жақсы болады. Мам, мен Гүлден сияқты болғым келмейді. Ай, не өйттің? Жылама. Жылама, жаным, жылама. Ал, мінеке, алып отырыңдар. Айман, сен жұмыстан қарның ашып келген шығар, салып ал, салып жей. Рахмет, мам. Ала ғой. Дәмдісін-ай. Кәне, айтпақшы, Марат қайда? Ол жұмыстан кеш шығам деген. Сәлден соң келемін, күтпей отыра беріңдер деді. Жарайды. Айттым ғой мен саған. Күні түні жұмыс істеп, тыйна келетін емес ақшаны күреп табатын жігітке тұрмысқа шық деп. Аха, содан соң ол үйде тұрмайды деп ажырасып кетейін бе? Сене дәл осы жерде отырып менің ажырасқанымды бетіме басайын дедің бе? Айман. Между прочим, мен бақыттырақпын. Бақытты болғаның жақсы ғой. Тоқташ, сен не айтқың келіп отыр маған? Ештеңе. Айман! Не болды, көшені басыңа көтеріп айқайлап? Айман, сені мектепте апайым сұрады. Неге сабаққа келмей жүр деп айтты. Қойшы осы менің аңдығанымды. Сабаққа барамын ба, бармаймын ба мен өзім білем.
бар жөніңе кете бер. Анау кім? Өткенде басқа жігітпен жүретін ғой? Ят емес пе? Сенің не шаруаң бар? Сабағыңды оқып тыныш жүр. Біле білсең, бұл жігіттің әкесі прокуратурада істейді. Жаным, кім бұл? Ешкім емес. Жүр кеттік. Ал мен мамама бәрін айтып беремін. Пожалуйста, мамаң да папаң да мені жақсы көрмейді бәрібір. Маған бәрібір. Ту, қойсаңдаршы қыздарым-ау. Тура бір бөтен үйдің балалары сияқты. Демек, біздің тәрбиеміздің кем-кетігі болып тұр ғой. Қош пап, сіздер әлемдегі ең керемет ата-анасыздар ғой. Міне, мынау сіздің туған күніңізге арнайылап пісірген тортпен шай ішіңіз. Ой, рахмет. Менің бар махаббатым салынған ғой. Рахмет. Соны да сыйлық деп. Пап, туған күніңмен. Қартайған уақытың мына сағаттай алтын. Өмірің тоқтаусыз болсын. Рахмет, қызым. Несіне әуре болдың? Бұл ғұрырым қымбат тұратын шығар. Игілігіңізге тақыңыз, пап. Шүкір. Кейбіреулер сияқты тортпен алдай салатын жаста емессіз ғой? Айман, қойсаңшы енді. Не Айман? Әйтеуір Айман жаман. Осының дұрыс па, Айман? 2 апта бойы сабаққа бармау не деген сұмдық, а? Бірдеңе десейші қызыңа. Мен не айтам? Жұмысқа тексеру келіп өзім басым қатып жүрсе, сен де анасысың ғой, өзің айт бірдеңе. Мен не айтам? Не? Сабаққа неге бармадың дей ма? Неге барам? Мынаның есі дұрыс па? Сен өзің қалай адам боласың, а? Мына өзіңнен кішкентай гүлденен үлгі алмайсың ба? Оқуын да оқиды, үйде де көмектеседі. Не жақсы көретін қызың бар екен ғой, бар болды сонымен тұра бер. Әйтеуір Айман жаман. Болды, мазамдамаңдаршы. Болды енді. Бұдан бұлай ұрыспаңдар. Бұл не сұмдық? Апалы сіңлі екеуің бір-бірлерінің беттеріңнен ал. Иә, қарақтарым. Тым болмаса, әкелерінің туған күнін тынышпен өткізсе болады ғой. Кешіріңіздерші, мам, пап. Бізде әлі балалық қой қалмаған. Одан да Айман сөйлесін. Не? Сен қашаннан бері бұйрық беретін болғансың? Бұл бұйрық емес, бұны өтініш деп қабылдасаң болады. Ну ладно. Пап, туған күніңмен. Хотя сен өмір бойы жұмыс деп жүрсең де, біз сенің бар екеніңді білетінбіз. Айман. Не Айман? Өтірік пе? Мен просто папамның жұмысы жайында айтқым келген. Қысқасы, әлі арамызда жүре бер. Ура! Ура! Гүлден, жаңалығың бар ма? Ну, мам, сосын айтам ба деп едің? Иә, дәрігерге бардым. 6 апта дейді ғой. Құтты болсын, қызым. Ұялған нес? Ондайға бірден сүйінші сұрау керек қой. Солай ма? Бота менің. Сосын ана бір бөлмелі пәтердің қай жеріне тұрмақшысыңдар?
ең бастысы пәтер тар болса да көңіліңнің кең болғаны жақсы ғой. Әрине. Әйтеуір бір сылтауың дайын тұрады. Алло? Сен кімсің? Қалай сен кімсің? Мен Серіктің әйелімін. Сен Серіктің телефонын алатындай сен кімсің? Ей, қыз, біреудің күйеуінде не? Не? Шатағың болмасын. Не? Қалай сонда? Сен не деп тұрсың? Шатағың болмасын деп тұрмын. Типа бір сүйемін, қызғанамын деген түр жасамашы маған. Әлде сенің менің байлығыма қызығып дегенді білмейді ғой деймісің. Күні бойы дым бітірмейсің ғой, ақша шашқаннан басқа. 5 жыл болды бала да таппайсың. Фигурам бұзылады деп. Болды, шыдамым бітті. Ол менің шыдамым бітті, менің! Киімдеріңді ал да, қай. Киімдеріңді де алма. Олар менің ақшама алынған. Ал, шейді мұна бай. Қыздар, тамақтан алып жеңдір. О, Марат та келді қазір. Акиматтың бір қабырғасын тіреп тұрған күйеу балаға келді. Қой дейін, есі көрсе ұят болады. Ассалаумағалейкум, әке. Уағалейкум салам. Қалайсыздар? Туылған күніңізбен. Рахмет балам. Мам, Ау. мына гүл сізге. О, рахмет. Кел, төрлет. Сәлем ойман. Қалайсың? Сәлем. Жақсы. Не болды, көңіл күйің жоқ па? Алайын. Тамақтан ал. Гүлден тамақтан салып берсейші. Жұмыс жүдетіп жіберген ба, қалай, Тамақтан ал. Дәр жақсы, мам. Дәм өстем ғой. Оған дейін, пап, мен сізге бір тос айтқым келіп тұр. Рұқсат болса. Әрине рұқсат. Әке асқартау дейді. Өзім әкемнен жастай қалсам да, сіз маған үнемі жол сілтеп жүрдіңіз. Сол үшін сізге үлкен алғыс айтқым келеді. Әкенің ақылы бала үшін түнектегі шамшырақ тәрізді. Осылай арамызда ақылшы болып жүре беріңізші, әке. Туылған күніңізбен, әке. Ой, рахмет. Ой, рахмет. Рахмет, айналайын. Ал, тамақтан алыңдар. Пап, қалайсың? Жолғасың ба? Амансың ба, қызым? Иә, мамаң жаңа дүкенге кетіп еді. Күйеу бала қалай? Ой, қойшы сон. Все, ол енді күйеу бала емес. Ажырасам. Қызым-ау, қыз балыққа салынба. Ажырасу деген ойыншық емес қой. Мә, пап, сен маған қажынан бері ақ айтатын болғансың. Саған бүгін айтпақшы демалыс қой, е? Әйтпесе, жұмыс деп бізге қарауға уақытың болмаушы еді. Айман, жұмыс десем ол сендердің қамдарың. Әкеңді сыйламасаң да, дауыс көтергенің нағыз көргенсіздік болады. Ой, қойш, пап, басымда ұтпаш. И так Серік миымды жеп қой.
1-2 күн боламын да кетем. Ана Сұмырайды сотқа беріп, дүниесінің жартысын тартып алайын. Сосын саған да жоламайын. Мен саған дүниені емес адамдықты айтып отырмын, адамдықты. Мен өзім адам болғаным. Так что өзім шеше алатын шығар. Газетін оқи берші. Ал, рұқсат болса біз қайтайық. Мам, бәрі өте дәмді болды. Рахмет, ас болсын. Тұрайық. Рахмет, мам. Ал, пап, тағы да туған күніңізбен. Рахмет, айналайын. Аман болыңдар. Жақсы, пап. Рахмет, қызым. Енді мынаны үйге барғанда жерсіңдер. Көп отырмадыңдар. Рахмет, мам. Иә. Неге қарап отырсыз? Енді мамаңның пісіргенінде жетпейді ғой. Иә. Ала кетіңдер үйге. Кеш болып қалды ендеше. Біз қайтайық. Сау болыңыздар. Жақсы, Айман. Жақсы, Айман. Ал. Жүріңдер, шығарып салайық. Жүр. Ма, мен Гүлден сияқты болғым келмейді. Ал мен мамама бәрін айтып беремін. Пожалуйста, мамаң да, папаң да мені жақсы көрмейді бәрібір. Сен өзің қалай адам боласың, а? Мына өзіңнен кішкентай Гүлденнен үлгі алмайсың ба? Жұмыс істесем, ол сендердің қамдарың. Әкеңді сыйламасаң да, дауыс көтергенің нағыз көргенсіздік болады. Ал. Кәне қызым, шай құяйын. Ал, шайдан алсайшы. Неге көңіл күйің жоқ? Керісінше, көңіл күйім көтеріліп қалды. Бұлай сөйлеспегелі көп болыпты. Сыйласуға жат жақсы, жыласуға жақын жақсы деген. Бұл дүниеде бір туған ағайындардан артық ешкім жоқ қой, қызым. Иә, пап. Тағы да туған күнмен, пап. Сіздің болғаныңыз қандай жақсы. Мен енді күшті қызыңыз болам. Гүлденнен де күшті ме? Иә. Гүлден бақытты ғой. Ақылды тентегімсің ғой. Сен де бақытты боласың, қызым. Иә, бақытты. Сен де бақытты боласың. Айналайын десең, еркеледі көке, көңіліңнің көркем, желкенеді көке, тамыр жайып өскен, өркенеді көке, арманыңның асқақ ертең еді көке, парасатқа толы шапағат